Сәлем достар, сіздермен бірге доктор Ибаттолдақызы. Бүгінгі біздің сабағымыз нейромедиаторлар туралы болады. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы нейромедиаторлар туралы білуіміз үшін ең бірінші бізде бұл нәрсенің маңыздылығын түсініп алуымыз керек. Яғни нейромедиаторлар дегеніміз ол біздегі миымыздағы бүкіл функцияларды атқаратын кішкентай молекулалар болып табылады. Бұл молекулалар біздің миымыздағы процестерді тежейді, біреулері күшейтіп отырады. Сол себептен де нейромедиаторларды біз бөлеміз. Тежегіштер, және қоздырғыштар. Деп бөлеміз. Яғни біздегі нейромедиаторлар процестерді тежеу арқылы немесе қоздыру арқылы біздегі болып жатқан процестерді, үрдістерді басқарады екен. Ал енді өмірмен байланыстыратын болсақ, мысалы бала сабақ оқу барысында белгілі бір апайға мысалы көңіл күйін аудару керек болатын болса, фокусын қою керек болатын болса, баладағы именно қозғалыс процестеріне жауапты болатын мысалы орталықтарды тежеп тұратын ол тежегіш нейромедиаторлар болады. Және де баланың бір ғана әрекетке фокусын қоюына көмектесетін, яғни сол бір, яғни апайға фокусын қою керек дейтін функцияларды атқаратын нейрондарының қозу процесі болады. Сол себептен де қозу және де тежегіштердің бір-біріндегі балансы өте маңызды болып табылады. Нейромедиаторлар ол біздегі бүкіл мидағы процестердің, яғни біздегі бір нейроннан екінші нейронға берілетін импульстардың берілу жолында осы нейромедиаторлар қызмет атқарады. Жалпы енді бір нейрон екінші нейронмен қалай байланысады? Бір нейрон екінші нейронмен синапстар арқылы байланысады. Осы синапстардың аралығында, яғни синапстың саңылауында бізде осы нейромедиаторлардың бір нейронның өсіндісінен келесі нейронның өсіндісіне осы нейромедиатор беріледі. Бір нейронның өсіндісінде нейромедиаторлар өндіріліп шығарылатын болса, екінші нейронның өсіндісінде сол нейромедиаторларға сәйкес келетін рецепторлар болады. Және де сол рецепторға байланысу арқылы байланысқан нейромедиаторлың қызметіне байланысты либо тежегіш болса тежейді, яғни белгілі бір процесс тежейді, ал егер де қоздырғыш болатын болса, белгілі бір процестерді, яғни қозуына әсер етеді екен. Жалпы енді адам организміндегі нейромедиаторлардың ішіндегі ең негізгі нейромедиатор, яғни тежегіштердің ішіндегі ең негізгісі, ол бізде ГАМК деп аталатын, гамма-аминомай қышқылы деп аталатын нейромедиатор болып табылады. Бұл ең маңызды тежегіш нейромедиатор болып табылады. Осы ГАМК-ның біздегі деңгейіне сәйкес біздің белгілі бір нәрсеге фокус қоя алуымыз, мысалы балаларда сабағына көңіл бөле алуы және де оның оқуға деген ынтасының жоғары болуы осы ГАМК-ның да деңгейіне байланысты болады. Балаларда кездесетін СДВГ деп аталатын, яғни синдром дефицита внимания и гиперактивности деп аталатын, яғни баланың тынышсыздығымен білінетін аурудың, яғни процестің осы ГАМК-ның деңгейінің төмен болуына байланысты. Сол себептен де бала ол белгілі бір миында қозу процестері көп болғандықтан, және де тежегіш процестер, яғни ГАМК-ның деңгейі төмен болғандықтан, ол жерде баланың белгілі бір нәрсеге фокус қоюында қиындықтар пайда болады. Сол себептен де бала тыныш отыра алмайды, және де белгілі бір сабақтың процестеріне көңіл аудара алмайды. Ол себебі балада қозу процестері мида өте көп болып табылады. Сол себептен де бізде тежегіштердің де, яғни ГАМК-ның да қызметі өте маңызды дейміз. Және де қоздырғыштардың ішіндегі ең маңызды қоздырғыш нейромедиатор ол бізде глутамат болады. Глутамат немесе глутамин қышқылы десек те болады. Глутамат бұл біздегі негізгі қоздырғыш нейромедиатор болып табылады. Біздегі көптеген процестердегі қоздыру процесін жалпы бір нәрсеге, мысалы функциялардың атқарылуы мидағы, мысалы қолымның қазір қозғалып тұруы, мынаны жазып жатуым, оның барлығына белгілі бір мидағы нейрондар жауап береді. Сол нейрондардың іске қосылып, ол нейрондардың осы бір әрекетке көшуіне осындай
осындай, яғни глутаматтың рөлі зор болып табылады. Енді қараңыздар, осындай процестерде мен жазып жатқан кезде, яғни сөйлеп жатырмын, жазып жатырмын. Бұл кезде менің сөйлеуге қатысатын және де жазуға қатысатын нейрондарда глутамат бөлініп, яғни ол нәрсе функциясын атқарып жатыр. Ал егерде осы процестерде бүкіл миымдағы нейрондарда осындай қоздырушы, яғни глутамат нейромедиаторлар бөлінетін болса, онда менің концентрация бөліп, осы жазуды жазып, немесе белгілі бір дүниені айтуға менің концентрациям шашырап кетеді. Сол себептен де тежегіш процестегі, яғни ГМК деп аталатын нейромедиатордың жұмысы маңызды. Яғни біз белгілі бір нәрсеге фокус қоюымыз үшін керекті ғана нейрондарда керекті нейромедиатор, яғни глутамат қоздырушы нейромедиатор жұмыс жасап, ал қалған функционировать етуінің қажеті жоқ болатын нейрондарда ГМК-ның қосылып тұруы маңызды болып табылады. Неге? Себебі сол кезде ғана біз белгілі бір нәрсені жасауға біз концентрация қоя аламыз. Сол себептен де ГМК-ның рөлі маңызды. Осы ГМК-ға байланысты негізінде гамма-аминомай қышқылының біздегі, яғни осы тежегіш жүйеге байланысты бізде бұл жүйенің әлсіздігі болуы мүмкін. Яғни бұл жүйенің әлсіздігіне байланысты адамдарда белгілі бір нәрсеге концентрация қоюы және де белгілі бір дүниеге тұрақтылықпен қарап, сол нәрсені ғана жасау дегеннен қиындықтар туындайды. Сол себептен де себебі ол адамдардағы осы ГМК жүйесінің әлсіздігіне байланысты болады. Жалпы енді балаларда бұл жүйенің жақсы дамуы 10 жасқа дейін дамиды. 10 жасқа дейін бұл балаларда толық бұл жүйе дамып жетіледі. Осы жастарда, яғни бастапқыда баланың мектепке барған кезінде тыныш отыра алмауы, ол баланың гиперактивный болуы, оның барлығы бұл ГМК жүйесінің әлі толық жетіліп бітпегендігіне байланысты болып табылады. Сол себептен де кейбір балаларда тіпті қозу жүйесі өте жоғары, ГМК-сы, яғни осы тежегіш жүйесі төмен болғандықтан СДВГ процесі, яғни синдром дефицита внимания и гиперактивности деген синдромның белгілері пайда болады. Бұл синдромның белгілері пайда болған кезде ол балада біртіндеп вниманиесімен жұмыс жасап, баламен жұмыс жасағаннан кейін осы тежегіш жүйесі қайта қалпына келген кезде, ол кезде балада бұл синдром кетеді. Ал егерде бұл синдром бала кезінен ары қарай жалғасып, ересек адамдардағы тревожный, нервозность деген сияқты адамның мінез құлқы қалыптасады. Яғни ол сондай шектен тыс үрейшіл, қорқақ және де өзіне сенімсіз сондай адамға, яғни бір орында отыра алмайтын тынышсыз адамға айналады. Сол себептен де осы тежегіш жүйемізді, яғни жалпы бұны біз қалай дамытамыз? Бұны біз балаларда тек қана балаларды дамытуым керек, жан-жақты болуы керек демей, баланың да миының тынығатын процестерін де қадағалауымыз керек. Және де баланың ұйқысын дұрыстауымыз керек болып табылады. Сол кезде бізде тежегіш жүйесі, яғни осы ГМК жүйесі жақсы іске қосылады және де жақсы дұрыс дамиды. Сол кезде ғана біз СДВГ-ны баладан жоя аламыз. Ал қоздырғыш жүйесі ол и так-та өте жақсы дамыған болып табылады. И және де бұл қоздырғыш жүйесі ГМК-ға қарағанда ол жақсы дамыған, себебі бізде эволюция процесінде адамдар не істеді? Адамдар өмірге бейімделуі керек болды. Белгілі бір мысалы қауіптен қашуы керек болды. Яғни бізді қоздырушы факторлар өте жоғары болды. Сол себептен эволюция бойынша қоздырғыш жүйе ол өте мықты жүйе болып табылады. Сол себептен де бізде бұл жүйені біз балансында ұстай алуымыз керек. Бұл яғни қоздырушы жүйе тежегіш жүйенің асып кететін жағдайда тревожность деген сияқты адамның мінез құлқы қалыптасады. Ал егерде тіптен мысалы миымыздың, мысалы қалыпты адамда мидың 2-3% ғана жұмыс жасауы керек, шартты түрде алған кезде. Яғни сол кезде адам белгілі бір нәрсеге фокус қоя алады. И сол кезде адамның өнімділігі жоғарылайды. Ал көбісінде адамдар ойлайды, менің миымның көп проценті жұмыс жасаса, менде барлығы күшті болады деп. Керісінше адамның миы қаншалық
қаншалықты көп проценті жұмыс жасаған сайын адамның бір нәрсеге концентрация қоюы қиындай түседі. Сол себептен де мысалы адам миының 20%-ке дейін нейрондар жұмыс жасайтын болса, онда адамда эпилепсия деген ауру пайда болады. Сол себептен де мидың қаншалықты нейрондары көп проценті жұмыс жасағаны емес, олардың сапалы жұмыс жасағаны маңызды. Және де біздің белгілі бір нәрсе концентрация қоюымыз үшін 2-3% жұмыс жасаса да, бізге ол өте өнімді жұмыс жасауымызға көмектеседі. Жалпы енді бұл екі негізгі нейромедиаторлардан бөлек, тағы да бізде миымызда нейромедиаторлар бар. Оларға глицин жатады. Глицин бұл тежегіш нейромедиаторлардың қатарына жатады. Ол бізде тежеу қоздыру қызметтеріне қатысады. В основном бұл глициннің негізгі қызметі ол тежегіштерге жақын болып келеді. Сол себептен де глициннің біздегі миымыздағы концентрациясының жоғары болуы тоже бізге ол жақсы әсер етеді. Неге? Себебі бұл тежегіш жүйенің жақсырақ жұмыс жасап, қоздырғыш жүйе мен тежегіш жүйенің балансын сақтауға бізге көмектесетін нейромедиатордың түрі болып табылады. Бірақ та енді глицинді көбіміз білеміз, глицин дәрісін ішіп жатады көп адамдар. Бірақ та именно бізге сырттан, яғни тағамдық түрде түсетін глицин, ол біздің миымызға бармайды. Глицин, ол мидағы глицин тек қана мидың өзінен өндіріледі. Сол себептен де біз қаншалықты сырттан оны қабылдасақ та таблетка түрінде, ол ешқандай да өзінің әсерін бермейді. Ол просто плацебоның әсерін көрсетеді. Глициннің таблетка түрінде ішкен күйінің өзінде, мысалы, ол даже сіңген кездің өзінде де оның зияны жоқ. Бірақ та оның ішкеннен пайдасы болмайды. Себебі ол бізде тағамдық глициндер ол миға сіңірілмейді. Ал енді келесі нейромедиатордың бірі ол ацетилхолин. Ацетилхолин медиаторы. Ацетилхолин бұл қалыпқа келтіруші әсер етеді. Немесе орысша айтқан кезде нормализующее действие көрсетеді. Яғни бұл жерде ацетилхолин ол біз егерде өте агрессивный болып, ашуланып тұрған моментте ол бізді тыныштандырады. Ал керісінше белгілі бір жерден тормозитетіп бір істей алмай тұрған кезде ол бізді керісінше белсенді етеді. Яғни бұл ацетилхолиннің негізгі қызметі ол белгілі бір баланста, яғни қозуды да, тежеуді де баланста ұстау. Тежеліп тұрсаң, сені белсендіреді, ал прям қозу процесінде тұрса, оны керісінше басады. Ацетилхолиннің негізгі әсері ол никотин эффектісін көрсетеді. Яғни бізге осы ацетилхолинге жақын әсер көрсететін ол никотин. Жалпы енді қазіргі таңда бұл никотинді қолдану, ол былайша айтқан кезде легальный болып табылады. Бұл тоже наркотикалық зат болып табылады. Яғни бұл никотинді қолдану арқылы адам өзін қалыпқа келтіруге тырысады. Мысалы, темекінің құрамында болады никотин. Яғни адамдар не үшін темекі шегеді? Ол адамдар ашуланып, стресстік жағдайда тұрған кезде өздерін басу үшін. Ал егерде что-то бір нәрсені істегісі келіп, бірақ та істей алмай жатқан кезде, немесе тормозит тұрған кезде, қорқып тұрған кезде, сол бір сезімді басу үшін тоже осы бір темекіні шегіп жатады. Ол бірақ та никотин түріндегі, яғни ацетилхолинге ұқсас қызмет атқарса да, оның зияны көп. Неге? Себебі ол тәуелділік шақырады. Және де тыныс алу жолдарының бұзылысына, яғни сол жолдағы ауруларына әкеледі. Сол себептен де бұндай жеңіл жолды таңдамаған дұрыс болып табылады. Келесі енді нейромедиатордың түрі ол аденозин нейромедиаторы. Аденозин нейромедиаторы ол бізді қалыпқа келтіруші, тыныштандырушы қызмет атқарады. Яғни осы аденозин арқылы біз белгілі бір дүниелерден миымыз қатты бір ойлардан, тағы да басқада шаршаған кезде оған подтормаживающий дейді. Яғни тежегіш миымыз прям ойлардан шаршаған кезде миымызда сол бір ойларды ойлай бермеуге тежегіш әсер ететін және де бізді тыныштандыратын осы аденозин нейромедиатор болып табылады. Жалпы енді осы аденозин нейромедиаторына қарама-қарсы жұмыс жасайтын ол кофеин. Яғни біз кофе ішкен кезде біз өзімізді бодр, яғни сергек сезінуге тырысамыз. Бұл қалай әсер етеді? Яғни аденозиннің, яғни бізді тежейтін, яғни подтормаживающий оның эффектісін кофеин жою арқылы бізге сергектік береді. Бірақ та бізде всегда сергектікті таңертең мысалы кофеинмен бастап, кофемен бастауға кеңес бермеймін. Себебі адам қалыпты күйде өзінің шынымен де шаршаған кезінде, күші қалмаған кезінде ғана
кофені қолдануына болады. Яғни кофеинді сол кезде қолдануына болады. Ал былайынша таңертең осы кофеинмен өзінің сергектігін арттырамын деп, ол адамға керісінше зиянын тигізетін болады. Жалпы енді негізгі нейромедиаторлар осы, ал жалпы одан бөлек бізде психоэмоциональды біздің статусымызға әсер ететін нейромедиаторлар болады. Бұл нейромедиаторларды басқаша айтқан кезде моноаминдер дейміз. Бұл моноаминдерді көбіңіз білесіздер, потому что көп адамдар негізгі нейромедиаторлар солар деп ойлап жүреді. Ал ендеше қазір сол нейромедиаторлар туралы айтатын боламыз. Моноаминдерге бізде дофамин, норадреналин, серотонин, эндорфин деген моноаминдер жатады. Енді қараңыздар, бұлар моноаминдер. Неге? Себебі олар амин қышқылынан алынады. Яғни ол тағам арқылы түсетін амин қышқылдары, бізде ол амин қышқылдары болады делік. Вот тағам арқылы амин қышқылдар түсті, олар сіңірілгеннен кейін и олар миға барады. Миға барған кезде амин қышқылдарының көмірсу шығып кетеді де, мына жерде аминдер қалады. Осылай аминдер арқылы, яғни дофамин, норадреналин, серотонин, эндорфиндер түзіледі. Жалпы бұл сол кезде дофамин, бұл моноаминдер, олар амин қышқылдарының туындысы болып табылады. Ең бірінші негізгісі ол дофамин болып табылады. Қалғандары да негізгі, бірақ та дофамин ол өте маңызды моноаминдердің қатарына жатады. Дофамин ол біздегі қуаныш сезімін, яғни белгілі бір қозғалыстардағы бір жаңалық дүниелерді, тағы да басқа да осында бір керемет сезімдерді сыйлайтын осы дофамин болып табылады. Дофаминнің жалпы бізде бөлінуінде ол жерде екі түрлі қызметпен болады. Біріншісі ол қозғалысқа байланысты, яғни қозғалыста біз мысалы спортпен айналысқаннан кейін мысалы күшті өзіміздің сезінуіміз, сондай бір эмоциямыздың көтерілуі, көңіл күйіміздің көтерілуі, күшті эмоцияларда болуымыз, бұл бізде қозғалтқышқа байланысты, қозғалысқан кейін бөлінетін дофаминге байланысты. Кейін біз белгілі бір сабақты оқыған кезде, немесе белгілі бір нәрсені үйренген кезде, бір жаңа дүниені үйренген кезде керемет бір чувство пайда болады бізде. Яғни қуаныш, іштей бір өзіңе деген сенімділік, іштей бір өзіңе деген бір гордость дейміз ғой, мысалы мақтаныш сезім оянуы, бұл тоже дофаминге байланысты. Яғни ол біздегі жаңа дүниені үйренген кездегі, немесе ол сабаққа байланысты, яғни өзіміздің білімімізді арттырып, білім алуға байланысты пайда болатын дофамин болып табылады. Яғни біз қозғалған кезде, спортпен айналысқан кезде дофамин бөлінеді, одан кейін жаңа дүниелерді білген кезде білім алу процесінде бізде дофамин бөлінеді екен. Енді қараңыздар, яғни сіздерде бір моменттер болады, вот сабақ оқыған кезде бір оқығың келмей тұрады. Через не хочу, прям жасайын деп жатасың. Сол кезде бір моментте сабақты бастап кетсең, ана дүниеден жаңа дүниелерді білген сайын саған қызық болып, қалай уақыттың өткенін де білмей қалатын сәттер болады. Осындай сәтте как раз таки дофамин бөлінеді екен. Енді бұл дофамин екеуі бірдей дофамин болғанымен бөлінетін орындары әртүрлі болады. Енді қараңыздар, екеуі де ортаңғы миден бөлінеді, бірақ та қозғалған кездегі, яғни спортпен айналысқан кездегі біздегі күшті сезім беретін дофамин бөлігі, ол қара субстанцияда, яғни ортаңғы мида орналасқан қара субстанциядан бөлінеді. Яғни қара субстанциядан ары қарай ол базальды ганглийлерге барып, сол арқылы біздегі күшті сезімдерді оятады. Қара субстанция арқылы әсер ететін болса қозғалыс жүйесіндегі. Ал енді жаңа дүниелерді білім алуға байланысты бөлінетін дофамин ортаңғы мида орналасқан вентральды қақпашада бөлінеді. Ол ортаңғы мида орналасқан вентральный, немесе орысша айтқан кезде вентральный покрышка среднего мозга дейді. Осы жерден барып ми қыртысына беріледі. Яғни екеуі де мына қара субстанцияда, мына жерде немесе орысша жаза салайық қазір, вентральная покрышка среднего мозга, бұл екеуі де ортаңғы мида орналасқан. Түсіндіңіздер ғой, Енді вентральная покрышка среднего мозгадан, яғни осы жердегі импульстан ол біздегі ми қыртысына барады.
ми қыртысына барады. Сол себептен де ми қыртысына барады. Бұл жерде сол себептен де жаңа дүниелерді үйрену, білім алуға қатысты дүниелер болады. Ал қозғалысқа байланысты, яғни спортпен айналысуымыз, қимылдауымыз, соған байланысты біздің көңіліміздің көтерілуі, соған байланысты бізде керемет чувстволардың пайда болуы, дофаминнің бөлінуі, ол қара субстанция арқылы базальды ганглиге баруы. Түсінікті болды ғой, базальды ганглилерге барады, сол арқылы ары қарай импульстар кетеді. Яғни біз қозғалған кездегі тоже дофамин бөлінеді, жаңа дүниелерді білім алған кезде тоже дофамин бөлінеді. Жаңа дүниелерді білім алған кездегі бөлінетін дофамин, ол сіздер шынайы ынтамен беріліп, ананы жақсы көріп оқыған кезде, осы біздегі вентральный покрышка среднего мозга деген біздегі миымыздың бөлігі іске қосылады. Сол себептен де сабақ оқыған кезде бастап қызығушылықты ояту керек, бастап кету керек. 1, 2, 3, 4, 5 сразу бастап кетесің. И содан кейін кішкене сен ананың прям ішіне кіріп кеткен кезде саған оңай болады ары қарай түсіну. Себебі ол кезде сенде мына миындағы жүйе іске қосылады, и сол арқылы дофамин бөлінеді. Сол себептен саған сабақ оқуға деген желание ашылады. Сол себептен де осыны бастап кетіңіздер. Енді келесі ол біздегі норадреналин. Норадреналин ол білеміз, да, вот адреналин да бізде қай кезде бөлінеді? Қорыққан кезде, бір нәрседен қашқан кезде, да, вот норадреналиннің негізгі қызметі белгілі бір дүниелерді сақтап қалу үшін, біздің психикалық реакциямыздың тез жылдам жауап беру үшін, және де бір мысалы ит қуалап келе жатыр, сен тез қаштың, и содан құтылғаннан кейінгі күшті бір сезім, ощущение, да, вот белгілі бір дүниені жасап шыққың келіп тұр, бірақ қатты қорқып тұрсың, сол нәрседен сен жасап болғаннан кейінгі сендегі пайда болатын сезім, осы как раз таки норадреналиннің арқасында сезілетін сезім екен. Сол себептен де норадреналиннің де бізде атқаратын орны ерекше болып табылады. Келесі біздегі серотонин. Серотонин ол біздегі, көбісі айтып жатады, бақыт гормоны деп, да, вот. Серотонин ол біздегі дұрыс эмоциялардың, яғни положительный эмоция дейміз, да, вот. Дұрыс эмоциялардың көбірек болуына және де теріс эмоцияларды бақылайды. Сол себептен де серотонинді, мысалы, депрессиялық жағдайларда серотонинге байланысты антидепрессанттар береді. Антидепрессанттар, мысалы, бірінші поколениясында, например, бірінші ұрпағында ол жерде тек қана осы серотонин арқылы, яғни серотонин арқылы адамға әсер етеді. Яғни адамның теріс эмоцияларын бақылауға ұстап, оны керісінше жоғарылатып, жақсы эмоцияларын көтеруге көмектеседі. Вот. Енді қараңыздар, кейбір жағдайларда, мысалы, ауыр жағдайлар болуы мүмкін. Тек қана серотонинді ұстап қана қою, ол жеткіліксіз болуы мүмкін. Сол кезде осы серотонинді өндірілуін көбейтіп, отрицательный, яғни теріс эмоциялардың бақылауға алып, оларды көтерілуге, олардың аз болуына әсер етіп, сонымен қатар норадреналин, дофамин деген сияқты басқа да гормондарды көтеруге әсер ететін дәрілік препараттарды тағайындап жатады депрессия кезінде. Енді келесі біздегі мономин, ол эндорфин. Эндорфин бұл өзінің атына қарасаңыздар да, ол морфин дегенге ұқсайды. Яғни бұл эндорфин, ол адам организмінде бөлінетін морфинге ұқсас молекула болып табылады. Яғни біз морфин салған кезде қандай болады? Морфин ол бізде ауруды басады, және де эйфориялық әсер көрсетеді. Тура сол сияқты эндорфин де ауруды басатын және де осындай көңіл күйді көтеретін әсер көрсетеді. Енді қараңыздар, бірақ та морфинге қарағанда эндорфиннің әсері 10 есеге дейін төмен болады. Сол себептен тек қана мысалы қатты ауырсынатын кезде эндорфинді ғана мысалы бөлінуін әсер ету ол жеткіліксіз болады. Себебі ол морфин сияқты әсері күшті емес. Сол себептен де қатты ауру сезім болған кезде морфинді салып жатады. Осы эндорфиндер әсер ететін рецепторларға біздегі морфиндер әсер етеді. Яғни осы морфин, тағы да эндорфиннің әсер ететін рецепторларын бізде опиоидты рецепторлар деп айтамыз. Ал енді бұл жердегі эндорфинді әсер етіп тұрған кезде, мысалы, өмірде қалай білеміз? Мысалы, өмірде жатасың, бірақ өмірің қандай бақытты, керемет, барлығы сенде күшті деген ощущение келуі как раз таки осы эндорфиндердің арқасында. Ал егер де сенің бір жүгіріп кеткің келіп, қимылдағың келіп, сондай энергияң тасып сөйтіп тұрған кезде, ол
дофаминнің арқасында. Сол себептен де осындай моноаминдердің қандай әсер ететінін, қалай адамға көңіл күйіне әсер ететінін білу ол маңызды болып табылады. Бұл моноаминдер ол біздің психоэмоционалдық сферамызға жауапты нейромедиаторлар болып табылады. Сіздермен бірге болған доктор Ибатуллақызы. Бұдан да басқа пайдалы ақпараттарды алып тұру үшін каналға міндетті түрде тіркеле кетіңіздер.